Атырау қаласындағы көпқабатты үйдің тұрғындары көрші пәтердегі жағымсыз иіс пен санитарлық жағдайдың нашарлығына байланысты алаңдап полицияға хабарлаған. Тексеру барысында полиция қызметкерлері аталған пәтердің тұрмыстық қалдықтармен толып санитарлық талаптарға сәйкес келмейтіндігін анықтады. Пәтерде 2 кәмелетке толмаған бала болған. Балалар қолайсыз отбасынан алынып, полицияның бақылауына алынды. Олардың уақытша бейімдеу орталығына орналастыру үшін тиісті мемлекеттік органдармен бірлесіп шаралар қабылдануда. Кәмелетке толмаған балаларға қолайлы тұрмыс жағдайын қамтамасыз етпеген ата-аналар әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болады. Материалдар мен кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау комиссиясына жолданады. Қазіргі уақытта тиісті қызметтер пәтерді санитарлық тазалауды жүргізуде және отбасының тұрмыстық жағдайын бағалауда.